Бәріңізге қайырлы құрметті көрермендер, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерден үлкен кешірім сұраймын. Желіме көп видеолар шықпай кетті, көптен бері уақыт өтті. Үлкен кешірім сұраймын. Өзімнің отбасыма байланысты видео салмай кеттім. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз алаяқтар. Өткенде бір кісі маған жазды. Бексұлтан, осындай ақшамды беріп, көбейтіп берді, кейін ұтылып қалды, енді тағы да ақша сұрап отыр дейді. Сонда 60 мың теңге. Мен сіздерге айтатыным, ондай нәрсеге сенбеңіздер. Олар біреуден екеу жасай алатын болса, оларға сіздің біреуіңіз не үшін керек? Көрдіңіздер ма? Сол үшін ондайларға сенбеңіздер. Мына жерде көрсетіліп бір суреттері, қанша шығардым, қанша ұттым деп өтірік алдағандары. Бұның барлығы білмеймін, фотошоп болуы мүмкін. Қазір көп қой фотошоп істейтіндер, документ переделка істейді, поделка істейді, осындай істейді. Әйтеуір, бұндайға ұрынбаңыздар. Шынымен ақша тапқыларыңыз келсе, наяққа жұмсасаңыздар сол ақшаны. Мынау сосын сіздерге екі есеп қайтарып береді. Сол үшін ондай нәрсеге алданбаңыздар. Егер алданып қойсаңыздар, ақшаларыңызды беріп қойсаңыздар, мен ештеңе көмектесе алмаймын. Егер сондай сіздерге ұсыныс түсіп жатса, маған жазыңыздар, қысылмайды. Мен айтам, алаяқ емес деп. Негізі ондайдың бәрі алаяқ. Ондайға сенбей қойыңыздар, мүлдем. Екінші, соңғы жаңалықтарда мен құр қалып кеткен жоқпын. Мен күнде қарап жатырмын, күнде көремін, күнде графикаларды ашамын, күнде жаңалықтарды оқимын. Биткоин неге құлап кетті? Это дұрыс құлағаны. Не үшін? Өйткені биткоиннің атқаратын міндеті жоқ. Соғысқа дейін үлкен суммада 60 мың долларға дейін барды. Ең жоғарғы деңгейге. Соғыс басталды, құлады. Оның да әсері. Не үшін? Өйткені биткоиннің атқаратын міндеті жоқ, ағайындар. Биткоин алайын деп жатқан кісілер болса, мен сіздерге айтайын, ең жақсысы биткоин алмай қойыңыздар. Керемет отбасыларыңызға жұмсаңыздар сол ақшаны. Қыдыртыңыздар, мороженое әперіңіздер, торт әперіңіздер, ойыншық әперіңіздер, бала-шағаларыңызды қуанттыңыздар. Биткоин это ақымақтық, мен сіздерге айтайын. Это болмайды ол, оны алмаңыздар. Керек те емес ол. Оның атқаратын бір міндеті де жоқ. Әшейін суретте тиын Б деген әрпі бар, болды. Одан басқа дым жоқ одан. Dogecoin тоже самый. Сосын Dogecoin алайын деп едім, биткоин алайын деп едім. Мен сіздерге айтайын, биткоин мен Dogecoin не надо, керек емес. Мен бір түсінгенім, өткенде Банцияда отқан кезінде бір мақалды оқып қалдым. Денсаулықты сатып алған адам күтім жасайды. Денсаулықты сатып алады да жаңағындай. Неге? Дәулетке, мысалға, платный клиникаларға барып, ақшасын беріп, өзінің жаңағы ауруын тауып, соны күтім жасайды да. Но соны тегін айтсыншы сол кісілер. Олар мән бермейді да. Көп мән бермейді оған. Көп күтінбейді да. Қойшы әшейін ой деп өтіп кете береді да. Мен ойладым, мен сіздерге қанша айтып жатырмын, то что қанша криптовалюталар бар. Мақсаты өте үлкен. Жаңағы көтерілу дәрежесі өте үлкен криптовалюталарды айтып жатырмын. Но сіздер менен қайта-қайта келіп сұрайсыздар. Білмеймін, биткоин мен Dogecoin'ді қайта-қайта келіп сұрайсыздар. Мен сіздерге тағы да айтам, керек емес ол тиындар. Енді мен былай істейтін болдым. Мен сіздерден менің ақыл кеңесімді сатып алыңыздар. Мен сіздерге жаңағында 60 мың теңге, 50 мың теңге, 100 мың теңге деп айтпаймын. Небәрі 2-3 мың теңгеге. 2-3 мың теңгеге сатып аласыздар. Сіздер мысалға маған осындай тиын сатып алайын деп едім, қалай қарайсың дейтін болсаңыздар, ақшаларыңыз төлейсіздер да, мен сіздерге ол тиынның болашағы жайлы, не істейді, не қояды, не үшін алуыңыз керек, алмауыңыз керек, одан да басқа тиын алыңыз деп мен сіздерге ақыл кеңес беріп айтатын боламын. Сол үшін енді менің ақыл кеңесім осындай болатын болды. Енді қараңыздар, біз бүгін мына тақтаны не үшін алып шықтым? Не өтеміз? Бүкіл сабақты басынан қайталаймыз. Паттерн дегеніміз не? Японский свеча дегеніміз не? Паттерн заңдылықтар дегеніміз не? Балта дегеніміз не? Қостау дегеніміз не? Барлығын басынан бастап өтетін боламыз.
Бірінші сабақты мен бүгіннен бастап кетейін. Егер осындай сабақтар ұнап жатса, плюс басып кетіңіздер. 100 плюске жеткен кезде келесі сабақ түсіндірілетін болады. Бұл сабақта біз от адам бастап яға дейін өтем. Барлығын тереңінен түсіндіретін боламыз сіздерге. Ал енді сабақты бастасақ, мысалға паттерн дегеніміз не? Японский свеча дегеніміз не? Мысалға платформаларда графиканың 3 түрі бар. Біреуі мынандай, бұны зонный график дейді. Екінші бары деп аталады. Бары мынандай болады. Осындай болып келеді, үзік-үзікпен. Бары, мен бұларды қолданбаймын. Но мен қолданам қандай? Осыны японский свеча деп аталады. Осы 3 графиканың 3 түрі бар. Зонный график, бары и японский свеча. Мен в основном осымен жұмыс істеймін. Неге мынамен емес, неге мынамен емес? Неге? Өйткені бұлар маған қызық емес. Бұлар мынау берген мәліметті мыналар бере алмайды. Мынау ғана жақсы береді осы мәліметті. Сол үшін мен осы японский свечаны қолданамын. Енді қараңыздар. Японский свеча дегеніміз не? Оны қалай анықтауға болады? Бір паттерн, негізі паттерн деп аталады. Мына біреуі. Мынау басы. Мынау денесі. Мынау көлеңкесі немесе аяғы. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай атасаңыз болады. Яғни басы, денесі, аяғы. Енді қараңыздар. Кейбіреулер айтады, бұның 5 минуттық өмірі, 10 минуттық өмірі, 15 минуттық өмірі дегеніміз не дейді? Енді қараңыздар, 5 минуттық өмірі қалай? 5 минуттық өмірі сала мынау. Бір коробка. Мына екеуінің арасы 5 минут. Графика қалай жүреді burada? Burada, мынаның ішінде жаңағы зонный график жүреді. Бұлай жүреді, да шығып кетеді. Но осы мына паттернда қалай көрінеді? Мысалы қараңыздар. Мынадан басталды паттерн. Басталды. Одан кейін бұлай көтерілді. Не істейді паттерн? Тоже көтеріледі. Не істеді? Одан кейін түсті. Түскен кезде не істейді? Паттерн тоже үсті түседі. Но ол кезде қалай болады? Мынау сызылады да, мынадан басы қалады. Бұл бізге не? Бұл бізге сигнал то, что мына паттерн жоғарға бір барып келгені. Но бізде қазір қай жерде тұр паттерн? Мына жерде тұр. Значит, бізде мынандай болады. Көрдіңіздер ме? Қайттан мына жерге келген кезде паттерн не істейді? Асты не істейді? Қайттан өзінің орнына қайтады. Сөйтіп не істейді? Бізге сигнал қалдырып береді. Аяғы. То, что мына жерге келгенін, паттернның осы жерге келіп қайтып кеткенін. Көрдіңіз ба? Мына жерге бір барып келді, мына жерге бір барып келді. Не істеді? Сигналдар қалдырып кетті бізге. Осындай барып келгені. Көрдіңіздер ме? Енді осындаймен 5 минуттық өмірі мына жерден мына жерге дейін. Осының ішінде графика ойнап жатады. 5 минуттық өмір біткен кезде не істейді? Мысалға, мына жерде бітті деп есептейді. Осы жерден ары қарай новый паттерн басталады. Вот это паттернның өмірі. Паттернның 5 минуттық өмірі деген осы. Ол 15 минуттық өмірі дегенде дәл осылай. Қараңыздар. Мысалға, мынау коробка. Осының екі ортасы 15 минут. Графика не істейді? Мысалға, былай барып келді, келді. Ерес төмен түсіп арадан шығып кетті. Бұл қалай болды? Енді қараңыздар. Мысалға, паттерн мына жерден басталды. Не істеді? Мына жерге дейін барды. Сол кезде паттерн не істейді? Өзінің денесін жайлап құрай бастайды. Денесін құрай бастайды. Мысалға, мынау 7-ші минут. 7-ші минутта осы жерге жетті паттерн. Қалған 7-ші минутта не істеді паттерн? Ары қарай төмен түсіп кетті. Төмен түсіп кетсе не істейді? Мына жерге бізге сигналға қалдырып кетеді. Осындай басын. Мына жерден шығып кетті. Паттерн осылай бітеді. Мынау уже төңкерілген балға деп есептелінеді. Оның барлығын келесі сабақта өте береміз. Но сіздерге не айтқым келіп отқанын түсіндіңіздер ме? Это бір паттернның өмірі.
осылай патрон құралады. Түсіндіңіздер деп ойлаймын, түсінікті қылып жеткіздім деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер қайттан қараңыздар, анық мен түсіндірдім. Егер осындай қылып сабақты тереңінен өткенімді қалайтын болсаңыздар, плюс қалдырып кетіңіздер. 100 плюс, мен сабағымды жалғастыра беремін. Просто менің айтқым келіп отқаны, менің көрермендерім құр босқа мені көріп отқанын қаламаймын. Оларында ми істеп, шамалы ақша тауып, жан-жақтан варианттар көріп істегенін қалаймын да. Но болады маған да то, что сіздерге шоу көрсетіп, әшейін просмотрдан ақша жинаған. Ютубтан 5.000 теңгеден 10.000 теңге істеп тастау, 10.000 теңгеден 50.000, 100.000 теңге істеп тастау, это маған не проблема? Маған проблема емес ол. Но мен қалайтын то, что сіздердің үйренсе екен деп. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін егер осындай өткенімді қаласаңыз, плюсті басыңыздар. 100 плюс болады, сабақты бастаймыз. Сіздермен бірге болған Бексұлтан, қош, сау болыңыздар.